Сәлем, менің отбасыма, бүкіл әлем бойынша сәлем жолдаймын. Бұл сенің бастығың, және менің қайда екенімді білесің. Мен планетадағы ең таңғажайып елде, Қытайдамын. Бәрі жақсы, мен Қытайда көп уақыт өткізген жоқпын. Өйткені штаб пәтеріміз Гонконгта болса да, мен Қытай материгінде көп уақыт өткізбеймін. Осы сапарымда мен Шэньчжэнь деп аталатын тамаша жерде болдым. Мен Қытайға ресми түрде ғашықпын. Мен адамдарға, мәдениетке, әлеуетке, толқуларға, инфрақұрылымға, осы таңғажайып елдің ауқымына ғашықпын. Бұл таң қалдырады. Балалар, бұл таң қалдырады. Сіздің бастығыңыз менің Қытайға ресми түрде ғашық екенімді айтады. Луджидегі әріптесім мені осында жіберді. Өйткені жақсы жаңалық. КНЕТ 25 жыл бойы әлемді жаулап алғаннан кейін Қытайға есік ашамыз деп шешті. Бәрі жақсы. Мен мұнда дату, Жапаға қосылғысы келетін әлеуетті көшбасшылардың керемет тобымен кездесуге келдім. Презентация, қауымдастықтың күші. Олар мені осы қалаға зауытқа емес, BYD деп аталатын электромобиль шығаратын компанияның қаласына әкелді. Ал BYD өз арманыңды жаса дегенді білдіреді. Сондықтан бұл байланыс орнату сияқты. Мен зауытқа бардым. Бұл керемет. Мен 1, 2, 3 көлікке тапсырыс бердім. Жарай ма? Жарайды. Неге екенін сұрама. Мен тіпті көлік жүргізе алмаймын. Бірақ менде BYD маркалы көлік болғанын қалаймын. Бәрі жақсы. Мен оны жақсы көремін. Содан кейін біз керемет кешкі ас ішіп, құрылтайшылардың көзқарасы туралы сөйлестік. Ертең мен барып, тағы бірнеше жерге барамын. Тағы бірнеше көшбасшылармен кездесемін. Мен өзімді жақсы сезінемін. Өйткені мен жерге қайта оралдым. Және өзім жақсы көретін іспен айналысамын. Есіңде ме? Мен саған баяғыда ең ұлы көшбасшылар ешқашан желі адамы болуды тоқтатпайды деп айтқанмын. Сен ешқашан желі адамы болуды тоқтатпайсың. Сен Максудтың патшасы боласың. Максудтың патшайымы боласың. Кім болсаң да, біз серіктеспіз. F кеңесі, көк гауһар, платина маңызды емес. Сіз ешқашан желі адамы болуды тоқтатпайсыз, өйткені бұл сіздің кім екеніңіз. Біз дәл осылай істеп жатырмыз. Ал бүгін сен осында келіп ақша жұмсайсың. Мен 3 күнде ұйықтамадым деп ойлаймын. Жарайды. Сондықтан мен планетада 3 күн ұйықтамағаннан кейін әлі де сексуалды және керемет көрінетін жалғыз адаммын. Солай емес пе? Сондықтан менің ойларым осы кеңістікте аздап қозғалады. Білесіз бе? Сіз 3 күн ұйықтамаған кезде сіз басқа ғаламға кіресіз. Жақсы ма? Сондықтан мен саған қазір не айтсам да, бұл менің жүрегім үшін өте терең нәрсе болу керек. Жақсы ма? Сондықтан мен оны бағалаймын. Сәрсенбідегі бұл хабар ерекше, бәрі дұрыс. Мен мұны сәрсенбідегі ұйқының қанбауы туралы хабарлама деп атаймын. Мен барлық балалар мен жасөспірімдерге сәлем айтқым келеді. Мен сендерді жақсы көремін. Балалар, аспаз ағай, сыр ағай, Патман ағай қазір Қытайда. Бәрі жақсы. Жақында Қытайда ФКАН өтеді. Мен сізге уәде беремін. Біз көптеген стадиондарды жапа жауынгерлерімен және дату Шри Виджаймен толтырамыз. Сондықтан осы сәрсенбіде мен сенімен сөйлескім келеді. Бәрі жақсы ма? Ал рейстерге келетін болсақ, мен Бангкокқа 12 сағатта жеттім. Мен Қытайға ұштым. Менің барлық рейстерім кешке немесе таңертең ерте болды. Сондықтан әуежайда болсын, ұшақта болсын, кофеханада болсын, әуежайға барар жолда болсын, өзімді тексеруге көп уақытым болды. Мен сенің бір нәрсені білгеніңді қалаймын. Дәл қазір кім болсаң да, жарай ма? Сіз құрылыста белсенді болсаңыз да, баяуласаңыз да, нәтижелеріңіз сіз күткендей болмайды. Сіз кейбір төменгі ағындарды жоғалттыңыз, салу қиынға соғады. Немесе сіз құрылыс жасап, ләззат алып, керемет нәтижелерді көріп отырсыз. Мен сізге бірінші айтқым келетіні бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Өйткені дәл қазір басыңнан өтіп жатқанның бәрі өзіңе ғана тән емес. Біз бәріміз оны бастан өткердік. Және бұл жақсы. Сен аман қаласың. Сен мұны істей аласың. Солай емес пе? Қалаған нәтижеге жету үшін тағы 6 ай қажет пе? Әлде қалаған нәтижеге жету үшін тағы 1 жыл қажет пе? Ақырында істеу керек жалғыз нәрсе бас тартпау.
Өйткені мен сенің бұл туралы 1 минут ойланғаныңды қалаймын. Сен өміріңдегі ең әдемі шешімді қабылдадың. Мені қателеспе, мен сапарды бастау үшін кнетке қосылу туралы шешім туралы айтып отырған жоқпын. Бұл дұрыс шешім. Бірақ менің ойымша, мен айтып отырған шешім өзгерту туралы шешім. Өміріңіздің бағытын өзгертіңіз. Және ол үшін ұлы жауынгер болу керек. Және бұл оңай емес. Өйткені соңғы 25 жылда миллиондаған адамдарға батылдық, жүрек жетіспеді. Олардың өмірлерінен өз жолдарын өзгертуге күші жетпеді. Олар тым қорқып кетті. Көңіл күйлері көтерілді, қорқақ болды. Ал сенің өмір жолыңды өзгертуге шешім қабылдағаның, жұмысқа бармайтыныңды, үйге бармайтыныңды, жұмысқа бармайтыныңды, үйге оралмайтыныңды, 40 жыл бойы ештеңе таппайтыныңды, құрдымға кететініңді немесе, ешкім болып қалмайтыныңды немесе, өзің қалаған армандарыңа жете алмайтыныңды немесе, өзің армандаған армандарыңнан бас тартатыныңды шешті. Сіз презентацияға кім болсаңыз да, келісуге батыл болдыңыз және өміріңіздің бағытын өзгертуді шештіңіз. Кәсіпкер болыңыз, қайтадан армандаңыз. Осының арқасында ғана, қандай нәтижеге қол жеткізсеңіз де, өзгеруге шешім қабылдағаныңыз үшін, мен сізді тағы да армандауды шешкеніңіз үшін мақтан тұтатынымды білдіреді. Жапа сені мақтан тұтады. Дато Шри Виджай сені мақтан тұтады. Өйткені сен миллиардтаған адам жасай алмайтын нәрсені істедің. Сен өз арманыңды қайта таптың және өзіңмен мақтануың керек. Содан кейін сен бұл сапарға шықтың. Сенде бұл саяхат өмірдегі ең оңай нәрсе, аспаннан ақша түсіп, 3 жыл, апта ішінде ең жоғары деңгейге жетесің деп айтатын әлсіз бастық жоқ деп үміттенемін. Сіз шытырман оқиғаға толы, кейде оңай, кейде онша емес әдемі саяхатқа бара жатқаныңызды түсінесіз деп үміттенемін. Бірақ бұл сіздің өміріңіздегі ең қызықты саяхат болады. Және бұл қызықты саяхатта кейде бәрі сіз қалағандай болмайды. Кейде сіз әлеуетті тұтынушыны кездестіресіз. Ол сізді бірден қадағалайды деп ойлайсыз. Өйткені ол сіздің ең жақын досыңыз, сіздің ыстық нүктеңіз, ал ол адам жоқ дейді. Бірақ бәрі жақсы. Бұл менің басымнан өтті. Неге бұл сенің басыңа келмеу керек? Бұл Жапамен болды. Дато Шри Виджаймен болды. Арун, Надали, Сати, Дэвид. Олардың барлығының өз тарихы бар. Солай емес пе? Ал кейде жоспарларың болады. Бәріміздің жоспарларымыз бар. Үлкен жоспарларымыз бар. Біз бір базар салып, екіншісіне шығып, әлемді жаулап алғымыз келеді. Мен Қытайға келгендей болдым. Мен Қытайда алдағы 6 айда не болатынын білмеймін. Бірақ мен мұнда позитивті көзқараспен, жүрегіме деген сеніммен және тәлімгерім Дато Шри Виджаяның басшылығымен келдім. Иншалла, бәрі ойдағыдай болады. Бұл жұмыс істемесе де, бәрі жақсы. Мен Қытайда Арун, Адли, Сети, Дэвидті тапқанша осында қайта-қайта ораламын. Енді мен оларды тауып алғаныма сенемін, бірақ оны уақыт көрсетеді. Сен бұл сапарға бара жатырсың. Кейде қаласақ та, қаламасақ та, бұл сапар біраз қиынға соғады. Бұл жерде аздап жалғыздық сезіледі. Солай емес пе? Сіз көргіңіз келетін нәтижелерді көрмеуіңіз мүмкін. Мүмкін сіз менің Инстаграм өмірімде айтқан бақытқа жете алмай жатқан шығарсыз. Бірақ бәрі жақсы. Бұл менің басымнан өтті. Жапамен де солай болды. Бұл Дато Шри Виджаймен де болды. 26 жылдан кейін біз бүгін де осындамыз. Мен сенің бір нәрсені түсінгеніңді қалаймын. Сіздің өміріңізде жаңа саяхат бастау,
Өміріңіздің жаңа тарауын ашу туралы шешім қабылдағаныңыздың өзі қазірдің өзінде керемет. Бұл қазірдің өзінде сиқырлы. Бұл сізді ерлер мен әйелдердің басқа санатына жатқызады. Өйткені сіз бұл шешімді қабылдауға батылсыз. Енді мен сенің бүгін сенің басыңнан өткеннің бәрі жақсы немесе жаман болсын. Біз оны 1000 рет бастан өткергенімізді мойындауыңды қалаймын. Түсіндің бе? 26 жыл өтсе де, бүгінде осында болғанымыз жақсы, және біз әлі де жанып жатырмыз. Мен сәрсенбідегі бұл хабардан әлі де хабардар болып отырмын. Бұл сенің де аман қалатыныңды білдіреді. Сен де табысқа жетесің. Өткені өміріңдегі ең қиын кезеңді, өткендегі ең қиын кезеңді қарасаң. Бүгінде көпшілігіміз бұл туралы ұмытып кеттік, және өмір жалғасуда. Маған мұны түсінуің керек. Кнет деп аталатын бұл шытырман оқиға, бұл ең жақсысын сұғуға арналған саяхат. Бұл әдемі саяхат болсын, азапты саяхат болсын, көңілсіз саяхат болсын, сүйіспеншілікке толы саяхат болсын, немесе ең керемет саяхат болсын. Шешім қабылдау құқығы сіздің қолыңызда. Бұл сапардың қандай болатынын өзіңіз шешесіз. Мен саған уәде бере алатыным, сенің басыңнан не өтсе де, егер сен бұл дүниенің ақыры деп ойласаң, онда сен ақымақсың. Сен толық ақымақсың. Өйткені біз ең нашар жағдайды да бастан өткердік, және біз әлі күнге дейін осындамыз. Сондықтан бәрі жақсы. Сіздің татуировкаңызды алу үшін бар күшіңізді салғаныңыз дұрыс. Мен сізге бір құпияны айтайын. Тіпті мен де өз татуировкамды жасауға бар күшімді салдым. Сенің ең жақын досың сенен бас тартса, бәрі жақсы. Менің ең жақын туыстарым мен достарым мені қабылдамады. Күйеуіңнің, әйеліңнің, анаңның, әкеңнің, ағаңның, әпкеңнің саған сенбеуі қалыпты жағдай. Бұл менің де басымнан өтті. Түсіндің бе? Егер сізде күлімсіреу қиын, қосылу қиын, және керемет көшбасшы болу қиын болатын жаман күн болса, жақсы. Бәрі жақсы ма? Мұндай жағдай менің басымнан талай рет болып тұрады. Бәрі жақсы. Мен сенен мінсіз болуыңды сұрамаймын. Біз сенен супермен немесе супер әйел болуыңды сұрамаймыз. Біз сенен армандарыңа сенуіңді, өзіңе сенуіңді сұраймыз. Өйткені сен ерекшесің. Сен кереметсің. Сенің әлеуетің шексіз. Сен түсінесің бе? Біз сенен бізге сенуіңді сұраймыз. Біз әрқашан сенің жаныңда боламыз. Мен уәде беремін, Жапанның атынан және Ревиджидің күні. Мен сенен армандарыңның орындалатынына сенуіңді сұраймын. Мен сенен сұрайтыным, мұны істеу, бұл тағы бір құпия. Тыныш бол, ешкімге айтпа. Бар болғаны берілмеу керек. Берілме? Бұл ең нашар күн болды. Бәрі дұрыс болмады. Сен түсінесің бе, жаңбыр, найзағай, перспектива ешқашан пайда болған жоқ. Жоғары тұрған бөлім бизнестен кетті, төменгі бөлім қашып кетті. Отбасы сені ақымақ дейді. Газет тақырыптарын шолыңыз, кнетті сканерлеңіз, кез келген нәрсені Google'дан іздеңіз. Бәрі дәл осы күні болады. Мен сенен шын жүректен сұраймын. Берілме. Берілме. Өйткені ертең тек жақсы болады. Бір ақымақ маған, менің ең жақсым, мен үшін қалай жақсырақ болуы мүмкін, деді. Түсіндің бе? Мен бұған белгілі бір дәрежеде сенемін. Мен сенің ең жаман күнің тек жақсара түсетініне сенемін. Сондықтан, бүгін не бастан өткерсең де, сенің бастығың және жоғары басшыларың ретінде ғана емес,
ағаң ретінде де, досың ретінде де, Патман Синати Раджа ретінде де. Бір күні менің ортамның арқасында бұл туралы жылдар бойы білетініңді айтайын. Хабарламалар, менің бейнелерім және Инстаграмдағы өмірім бәрі жақсы. Бәрі жақсы ма? Егер сен жұмыстан кеткің келсе, мен де жұмыстан шықпадым. Түсіндің бе? Өйткені бұл саяхат сені өзгертеді, сені қайта анықтайды. Сенің басыңда қанша ой болса да, мен саған уәде беремін. Егер сен берілмесең, егер сен жай ғана жүйені ұстанатын болсаң, жапаға сен, Дато Шивиджаяға сен, жүрегіңе сен, армандарыңа сен. Бәрі жақсы ма? Сәрсенбі және жексенбі күндері осы малайзиялық ақымақтың соңынан еруді жалғастырыңыз. Мен саған уәде беремін. Мен саған уәде беремін. Сен табысқа жетесің деп уәде беремін. Сен Виконтта сахнада өнер көрсетесің. Сен сатып алғың келген көлікті сатып аласың. Сен өз арманыңдағы үйді сатып аласың. Сен балаларыңа немесе ата-анаңа берік деген нәрсені бересің. Мен саған уәде беремін. Егер сен берілмесең, қолыңнан бәрі келеді. Мен мұны 26 жылдан бері көріп келемін. Балалар, менімен келісесіңдер ме? Сондықтан, дәл қазір не бастан өткерсеңіз де, бұл сіздің басты міндетіңіз. Және мен мұны айттым деп ешкімге айтпа. Бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Мен сені жақсы көретінімді ұмытпа. Жапа сені жақсы көреді. Датос Виджай сені жақсы көреді. Мен саған ертең жақсы күн болатынына уәде беремін. Келесі аптада бұл ақымақ әлеуетті клиент тіркелгенде таң қаласың. Тағы бір аптадан кейін біз Истанбулда кездесеміз, және сіздің барлық мәселелеріңіз өздігінен шешіледі. Ал тағы 2 аптадан кейін сіз Виконға келесіз, сиқырды көресіз. Мен қуаттандыратын реагент сатып алып, базарыңызға қайта ораласыз. Есепшот ұсынасыз және жай ғана берілмейсіз. Мен саған уәде беремін. Мен саған табысқа жетесің деп уәде беремін. Жақсы ма? Мен саған фарфор жеткіземін деп уәде беремін. Жақсы ма? Ендеше жүр. Қытайға кел. Мен сені күтемін. Мен сендерді қатты жақсы көремін. Балалар. Жексенбіде кездескенше.